Барлықтарыңа сәлем достар, сендермен қазір Левиафан, және де бүгінгі бөлім бұл сіздер ойлағандай бір летсплей немесе бір хоррор ойын емес. Бүгінгі бөлімде мен сіздермен жай ғана бірнеше уақыт сөйлескім келді. Бүгінгі бөлімде мен сіздермен көбінесе мен неге видеолар кейде шықпайды, сол жайлы сөйлескім келеді, және неге мен соңғы кездері видео түсіргенде көңіл-күй болмай жатқанын айтқым келеді. Сіздер лайк басуды ұмытпаңыздар және арнаға жазылыңыздар, ал біз бастаймыз. Соңғы кездері егер сіздер байқасаңыздар, менде былай настроение жоқ, немесе кейбір видеоларда бір кезде ештеңе айта алмай қалам, кейде аузым жабылып қалады, немесе жаман әзілдеймін. Бұған себеп бұл біріншіден менде настроение жоқ болды, көңіл-күй жоқ болды, бірақ та видео түсіру керек қой, сондықтан мен видео түсірермін. Ал екіншіден мен қалай айтсам екен, ол кезде ТЖБ тапсырдым вроде как, сондықтан да менде былай ой, тек қана сол ТЖБ-да болды, жақсы тапсырсам екен деген. Және де тағы бір қосылым, сіздер мен видеоларымызды соңына дейін қарамайсыздар, вот, білемін. Және сіздер білесіздер, мені орташа қанша уақыт қарайды? Бір 2-3 минуттай қарайды, сосын бұл видеоны тастай салады. Ё-моё, мен видео жасаймын, тұрсам, сіздер қарайсыздар 2 минут, 3 минут, все тастай саласыздар. Бұл не енді? Сондықтан да өтінемін, егер бұл видеоны соңына дейін қарасаңыздар, мен сіздерге өте қатты не боламын, рахмет айтамын. Так, енді мен бір видеомда естеріңізде болса комментарий астына айтқам, менде көңіл-күй жоқ, идея жоқ, сондықтан мен арнаны жабайын деп. Так вот, мен ол кезде әзілдедім, мен арнаны жаппаймын. Сіздер уайымдамаңыздар, мен арна жабады, кетеді деп ойламаңыздар, мен әлі жалғастырам. Және мен тағы көп нәрсе айтамын, мен тағы бір монтаж түрін үйреніп алдым, такой эффект қойды да. Мен былай жақсарып жатырмын бір сөзбен айтқанда. Және менде жаңа формат пайда болды, формат идея, өте күшті идея, ол менің ескі видеолармен байланысты, бірақ та ол жайлы кейін сөйлесеміз, жарай ма? Бірақ та бір жағынан былай ойланып көрсек, егер мен арнаны все-таки жапсам, бұл жаман болады. Мен үшін, оқырмандар үшін, және де былай қарап жүрген арна үшін, мысалы айтайын да. Мысалы менде білесің бе қандай жағдай болды? Мен сол комментарий жаздым ғой, мен арнаны тастағым келеді, прикол ұстап, бұл рофл, бұл прикол. Бір кезде білесіңдер ма, какой-то Иглс келіп бір кезде айтады, арнаны жапсаң саған пиздец дейді. Жоқ, түсінесіздер ме? Мен прикол ұстадым, бір кезде айтады, жауап көр, мен сен бүкіл нәрселерден сливать етемін. Жоқ, бұл не енді? Бұл не, достар? Мен түсінемін, там сіздерге менің арнам ұнайды, бірақ та авторын, сол контентін жасайтын авторға былай не істеу, ұрысу, там пышақ алып не істеу, андай угрожать дейді ғой, маған қауіпке төндіру, бұл дұрыс емес. Егер сіздер арнам жаппасын қалсыңдар, там мысалы адекватный адам бар, мысалы неге жаппасай деп. Ал еще тағы бір адам болды, тағы бір аңсаған адвокат деген. Садвокат точнее, кешір. Так вот, білесің ол не деді? Жауып көр деді. Көріп тұрсыздар ма, маған уже угрожать етіп жатыр адамдар. Және білесіздер ма, бұл кішкене аянышты, себебі білмеймін. Өзім жаман сезініп тұрмын, маған екі адамдар жауып көр деп. Маған қызық болады, егер мен шынымен юзфорнан жазсам, мен не болады? Олар бейнемеге жүгіріп келе шығар, не істедің деп. Білесіңдер ғой енді. Так, енді достар, сіздерге мен бір жаман нәрсені айтайын дегем. Мен байқадым то, что кішкене қаралымдар құлап жатыр. Прям құлап жатқан жоқ еді, бірақ та кейде видео аз лайк жинайды, немесе аз қаралым жинайды. Мен білем, бұл YouTube, мұнда ондай болады деп. Бірақ та неге кейде адамдар, мысалға, бұрындан видеода, білесіңдер қандай болды? Бір кез болды менде, в котором мен 500 оқырман жинадым ғой. Сол кезде мен әр видеоларым 300 просмотрдан жинады, және 30 лайктан. Одан кейін бір видео шығардым, любой видео, там, мысалы, проклятый Майнкрафт, так вот, ол 2 есе аз жинады, және резко актив қылады. Мен білмеймін, не ол кетті резко, білмеймін. Бірақ та мен ойымша просто адамдар менен даулап деп ойлады. Сондықтан да білмеймін. Мен кейде видеоны түсіргім келмей қалатын кез, соның кесірі. Мен бұрындағандай крутой болғамын, да. Что-то біртүрлі видео кетті ол, Жарайды, достар. Видеоны соңына дейін қарай айтам, мен видеолар шығарам. Әсіресе от жазда менде жасайтын іс болмаса деймін да. Мен просто күн сайын видео айтып жасайтын шығарым, кім біледі. Ал кім біледі, болмайтын да шығар. Бірақ та айтайын, жазда арнаны жақсырақ жүргізуге тырысам. Тырысам, сіздерге соңғы айтайын. Так, вроде бұл болды. Жарайды, достар, видеоны көргендеріңіз үшін рахмет. Лайк басып арнаға жазылыңыздар. Видеоны қарағандарыңыз үшін рахмет, да. Менің арнама жазылыңыздар, егер бұл видео байқамай келсеңіз. Ал менің айтатыным пока-пока. Келесі видеода кездескенше сау бол. Ал келесі видео мен саған сөз берем, өте күшті болады. Пока, чао.